Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен чак-чак дайындайтын боламыз. Татарлардың ең сүйікті тәттісі, дайындап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға 4 дана жұмыртқамызды жарып аламыз. Содан соң тұз бенен содамызды саламыз. Сосын жаймен ұнымызды саламыз. Бәрін салмаймыз, тым көп болуы мүмкін. Жұмсақ қылып қамыр илейміз. Елеп болған соң қамырымызды 10-15 минутқа бетін жауып демалдырып қоямыз. Қамырымыз демалған соң оны екіге бөліп дөңгелектеп қоямыз. Қазір оларды жұқа етіп жаямыз. Жақсылап тұрып ұн сеуіп қойыңыздар. Қамырымызды жұқа жаю өте маңызды. Енді жайылған қамырымызға жақсылап тұрып ұн сеуіп, шамамен 5 см ұзындықта видеодағыдай жолақтарды кесіп аламыз. Енді осы жолақтарды алып, кеспеге кесетіндей жұп-жұқа етіп кесіп аламыз. Менде осылай шықты. Қызып тұрған табамызға аз-аздап салып, қызарғанша қуырып аламыз. Міндетті түрде араластырып тұрыңыздар, бір келкі етіп қуырылуы үшін. Енді сиропын дайындаймыз. Табаға суымызды құйып, үстіне қантымызды сеуіп аламыз. Баяу отта қайнатып аламыз. Қайнаған соң бал қосамыз. Менде дүкеннің балы. Бәрін бір келкі етіп араластырамыз. Енді осы ыстық сиропты алып, чак-чагымызға құямыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Барлығы араласқан соң формамызға салып аламыз. Мен пирог дайындайтын форманы алдым. Енді чак-чагымызды холодильникке кемінде 2 сағатқа салып қоямыз. Холодильниктен шыққан чак-чак өте жақсы кесіледі. Бетін өз қалауынша әсемдеуге болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған сымбат. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.